Тендер арқылы миллионер болуды армандап жүрсеңіз, мына бір видеоға назар аударыңыз. Ойыңыздан айнып қаларсыз бәлкім. Мен сізге айтып берейін, ақша қалай ұрланатынын. Бірінші басшы госзакупщикке тапсырма береді. Мынау өтсін конкурстан деп. Сосын ол соған сайғып техникалық талаптар жазады. Басқалар өтіп кетсе де оларды айтып битіп қағып тастайды. Жаңағы екі жақ келіскеннен кейін жұмыстың ақшасын да көбейтеді, ойларына келгенін істейді. Ақырында жұмыс істелінбейді, ақша жымқырылады, сосын бір кінәлі адам табады да, соны өтірік соттап жібере салады. Немене керек бұндай жұмыс? Тендерді ұтып алған соң, оны сенен оңай қабылдай салмайды екен. Ондай қитұрқы тәсілдің бірін депутат айтты. Мына мемлекеттік сатып алуда мынандай бір қитұрқы жері бар. Өздерінше ұлттық өнімді қолдаймыз дейді, атамекеннен барып ақбатаға алғандай бір құжат алып қою керексің. Бізде өз шығаратын өндірісіміз көп емес. Ол кез келген мекеме білет біздің шығармайтынымызды. Бірақ ана барып атамекенге барып жанталасып бізге мынаны дәлелдеп беріңдер дейді. Осының не қажеті бар? Неге осы ұлттық кәсіпкерлер палатасы біздің мемлекеттік органдардың жұмысына жан-жақты араласа береді? Атамекен төрағасының орынбасары Мұрат Әміриннің айтуынша, қазақстандық өнімді өткізу мақсатында осындай ереже қабылданған екен. Вопрос по сертификатам. В целом это в рамках поддержки производителей, чтобы видеть долю производства, местного содержания, поскольку отметили в части ответственности, у нас есть перечень изъятий на товары, которые должны закупаться у казахстанских производителей. Но квазигоскомпании, местные исполнительные органы, заказчики Казахстан товарын алмайды. Дәл осы тұста депутат Мұрат Әміриннің сөзін бөліп, Ринат Зайытов отандық кәсіпкерлерді қолдаудағы осал тұсын бетіне басты. Сіздер айтасыздар, біз ойбай сертификаттау ұлттық өнімді қолдау мақсатында. Бәрібір сіздер түк талап қоя алмайсыздар ғой, алмай қойған адамға. Мысал ретінде айтайын, қорғаныс министрлігі ма, осы біздің әкімшілік па, 2000 компьютер қорғаныс министрлігінде бүкіл экспертизасы бар ұлттық өнім деп әкеледі. Аналар алмай қойған, соттың да шешімі, сенікі де дұрыс деп шешім шығарып берген. Осындай да шешім болады. Енді отыр, анау компания банкрот болып жатады. Немен қорғадыңыздар? Сіздер оны қорғап жатқан жоқсыздар ғой. Ринат Зайытов айтып отырған компания тендерге қатысып, ұтқан соң Ұлы Дала деген атаумен 2000-ға жуық компьютер ұсынған еді. Алайда әлгі мекеме бұл техникаларды қабылдамаған. Енді аталған компания соның кесірінен банкрот болып қала жаздады. Сонда әлгі тендер арқылы миллион табуға болады деп жүргендердің сөзі өтірік пе қалай өзі? Өмір көрсетеді.